Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге осындай тәжіктің керемет мантысын жасаймыз. Қамыры жыртылмайды, жасаған кезде, піскен кезінде ермейді. Жыртылмайды, керемет осындай манты жасаймыз. Менімен бірге басынан аяғына шейін болыңыздар, қараңыздар, қандай күшті. Бірінші қамырымыздан бастаймыз. Оған бізге керек тұз саламыз. Кішкентай қасықпен толтырмай 2 қасық саламыз. Енді аз қасықпен 1-2-3 қасықтай сұйықмай. Мен жоғалап құям. 2-3. Суымыз дайын. Енді бисмилла деп осыдан қаттылау қылып қамыр жасайтын боламыз. Бисмилла. Манты жасағанда, пельмен жасағанда қамыры кішкене қаттылау болған дұрыс. Қамырды қатты болғанда ысымай қалады деп ойламаңыздар. Ол қамыр демалу керек. 1-2 күш басқаннан кейін барып жаймаса, нан езіліп кетеді. Осыдан әдемілеп тұрып қамыр жасаймыз. Қамырымыз да дайын болып қалды. Кішкене қаттылау қылдым. Жан жағындағы жабысқан ұндарын ысырап қылмай өтіп жинап алайық. Мен осы нан илеген кезінде осылай тап-таза қылып илеген жақсы көрмей қараңыздар, ішін жумай қойғанда болады деп пе. Қамырды қаттылау қылып иледім. Енді осыны бір етімізді тура бүйтіп болғанша бетін жауып қоя тұрамыз. Құрметті менің көрермендерім, осы мен аспаздықта жүргеніме 3 жылдай уақыт болыпты. Үйде тұрған аналарға, қыз-келіншектерге рецептімді беріп, мен біраз мәселені шештім деп ойлаймын. Асханадағы тағы бір мәселе ысырап. Кейде біз азық-түлікті көбірек алып қоямыз да, ол ысырап болып қалып қояды. Соның алдын алу үшін мен сіздерге видеолар түсіріп, лайфхактар жасап жүретінмін. Ал енді бүгін сіздерге өзімнің алғашқы ысырапсыз рецепт атты мастер-классымда ұсынып отырмын. Менің видеолардың сапасын білесіздер. Сіздерге тек қана сапалы өнімдер ұсынуға тырысамын. Сол мастер-класста артып қалған еттен 4 түрлі салат жасап, және 3 түрлі ыстық тамақ, қалып қойған наннан, печеньеден десерттер жасап көрсететін боламын. Осының барлығының үйрену құны осы видеоны көріп отқан әйелдер қауымына бар болғаны 1990 теңге. 2000 теңгеге сіздер не аласыздар? Пицца бір тілім алсаңыз жеп қоясыз, кофе алсаңыздар ішіп қоясыздар. Ал осы рецептті алып сіз ысырапты қоясыз, тамақтарды тастамай, керісінше пайдаға жаратасыз. Ысырап апат, үнем берекет дегендей, ысырапты азайтсаңыз, үйіңізге берекет кіреді. Отбасыларыңызды қуантып, күйеулеріңіздің разылығын аласыздар. Ысырапсыз рецептке 1990 теңге төлем жасау үшін төмендегі WhatsApp сілтемесіне жазып кетіңіздер. Бұл жеңілдік тек қана осы видеоны жүктегеннен кейін 7 күн ғана болады. Ал енді қамырымыз кішкене тынғанша етімізді турайтын боламыз. Тартылған еттен де жасауға болады, фарштан да. Бірақ бүгін енді мен осылай еттен жасайын деп тұрмын. Уақыттап турап, міне құйрығымыз тағы бар. Қойдың құйрығы, осыдан қосамыз. Қазір бірінші етімізді турап көрсетейін. Етті несі келгенше, енді реті келгенше уақыттау қылып турамыздар. Ет морозильниктен алғанда кішкене қаттылау болып шықса, әдемі туралады. Мен нан етем деп ертерек шығарып қойып, жұмсап кетіп жоқ. Орта кез кішкене қаттылау екен. Осылай етіп алып, мына жұмсақ тұра тұрсын, сіздерге көрсетіп жүрейін. Осындай кішкентай жіп-жіңішке қылып, фарштай болмағанмен де уақыт қылып тураңыздар. Осылай етіп уақыт қылып тураймыз. Етімізді турап алдық, уақыт алмайын деп, сіздерге бәрін көрсетіп жатпайыншы деп, уақыттап турадық. Енді бізде мұндай құйрық майдан енді мен өте көп турамайым, осылай. 150 грамдай ғана. Осында етіміз сияқты уақыттап тураймыз. Бұл енді майлы болады деп ойламаңыздар, құйрық май енді денсаулыққа да пайдалы ғой. Бір жағынан әдемі болады, дәмі. Бұны да осылай уақыттап барлығын турап аламыз. Енді майын турап болдық, уақыттап. Енді бізде жуа 2 жуа алдым, қаққа жарып, суға салып, ащыны шығарып қойдым. Енді осы жуамызды уақыттап турайтын боламыз. Енді сіздер
кейбіреулер мынау неден блендер бірдеңеден өткізіп жатады уақыт турау үшін. Сіздер енді өздеріңіз білесіздер. Мен осылай турайым. Жуасын уақыттап турап алдық. Етін турадық, майын турадық, енді тұз. Етіне де тұз алған, сондықтан да бір қасық, кішкентай қасықпен 1,5 қасық. Енді өздеріңіз сіздер қарайсыздар ғой енді. Так, бұрыш, қара бұрыш қосамыз. Егер қызыл бұрыш ұнап жатса, қызыл бұрыштан қосыңыздар. Енді осыны жақсылап тұрып араластырамыз. Жуасы көп болады деп айтқан ойламаңыздар. Жуа көбірек болса дәмдірек болады. Мына еті қайда деп жүрмеңіздер, енді тұрмай турағаннан кейін бәрі ақ болып көрініп тұр. Негізі турап жасаған манты өте дәмді болады. Сорпасы, ағы, керемет. Қамырымыз дайын болды. Енді қоя тұрып қамырымызды жаюға кірісейік. Қамырымыз дайын, керемет, жүп-жұмсақ болып қалыпты. Ана қап-қап болса әрең елебім. Әрең басып едім. Енді осыны біз дөңгелек қылып. Енді біріншісін көрсетейік, сосын ары қарата өзім жасай беретін болам. Не болмаса жайып, кесемен де домалақ қылып кесуге болады. Бірақ ол кезде нанның қамырын жинаған кезде қамыры қатты болып қиын болады енді. Осындай бөліктерге бөліп, осындай кішкентай шариктер жасаймыз. Осындай. Өстіп. Барлығын осылай жасап аламыз. Үйде балалар, келіндеріңіз, қыз келіншектерге қиын емес қой. Осылай неке жасап, сосын бетін бүйтіп салфанмен жауып, барлығын жасап аламыз. Неке осылай дөңгелек жасап алдық. Не тұрсын деп, суға ыңғайлы болсын деп, жұмсақ болып тұрсын деп. Қамыры қатты жасағандықтан керемет болып жатыр енді, көрсеңіздер. Қаттырақ қып жасап, осылай кішкене салфанға салып жасағанша қойсаңыздар керемет болады екен. Барлығын бірдей домалатып алдым. Бәрі бірдей болсын деп. Қамырдың қалыңдығы өте жұп-жұқа қылмаңыздар. Өйткені ораған кезде жарылып кетуі мүмкін. Мындай қалыңдықта болу керек. Енді бисмилла деп фаршымызды саламыз. Етімізді. Иісі деген керемет болды. Енді ақырындап шетінен алып, бейтіп, жинайсыздар бейтіп неке, гармошқа қалып. Қолым су болып тұр. Осылай, соңына шейін осылай істеп шығасыздар. Анау. Жаңа шығып кетті. Неке, осылай. Мантымыз жасап болдық, астын майлап, осылай қойдық. Үш форма шықты, менде үстіп әп-әдемі болып. Енді осыны 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Болған қамырды текке тастамайын деп, ысырап болмасын деп, осылай жайып қазір самсаның қамырын жасап, морозильникке салып қояйын деп отырмын. Кез келген уақытта балалар самса жеймін деп қалса, дайын тұрсын деп, осылай ет нанына да жасасам, осылай майын жағып, морозильникке салып қоя салам, бір керек кезінде пайдаланатындай қылып. Қамырын жұқалап жайып алдық. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, енді мен текке қалмасын деп жасап жатырмын. Қамыры енді осыған қазір ертілген майымыз бар, бетіне жағып шығамыз. Неке жағып болдық, енді осыны қазір дөңгелетіп, соңына шейін осылай орап шығамыз. Самса жасамасаңыздар, қатпарлы нан жасауға болады. Енді текке қалмасын деп, әйтеуір осылай жасап жатқан, ысырап болмасын деп, осылай соңына шейін дөңгелетіп шығамыз. Неке дайын болды, енді морозильникке қатырып қоя саламыз, керек кезінде пайдаланамыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Түрлері әдемі красавица. Бисмилла. Осылай сүріп алып, мен бетіне подлив жасамайым, сармай жағып жүремін. Сәлеметсіздер
сәлеметсіздер ме, маманың сүйікті көрермендері. Бүгін тәжіктің мантысын жеу маған бұйырыпты. Тауықтікі де бар Меке. Екі балам тауықтікін жейді, тауықтікін де істейді. Мен тауық жемеймін. Міне, қараңыздар, іші сочный екенін қараңыздар. Міне, көрдіңіздер ме? Ас болсын жаным. Мен енді қолмен жеген жақсы көремін, мама сияқты. Іші суы екен, андай кәдімгі ресторандардағыдай Сочный, мощный десе ас болсын. Ас болсын, салфеткалар бермейді ас. Пальчик ябыжыш. Вообще, керемет екен. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет, сіздерге кәдімгідей ұнап қалады деген ойдамын. Лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, мамаға қолдау білдіріңіздер. Маған ас болсын. Әйелдер қауымы видеомда айтқандай сұрапсыз рецепт атты мастер-классыма қатысу үшін төмендегі сілтемеге өтіп жазып кетіңіздер. Ал құрметті көрермендер, сіздермен бірге жасаған тәжіктің мантысы дайын болды. Міндетті түрде мен рецептін жасап көріңіздер. Өте керемет болады деген ойдамын. Маған подписка жасап, лайк басып кетіңіздер. Ал келесі видеома шейін қош сау болыңыздар.